Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен осындай әдемі дәмді болып шығатын пигодяның рецептісімен бөлісемін. Бұның қамыры кәдімгі нанға ашытылған қамыр. Енді ішіндегі начинкасын дайындаймыз. Начинкасын дайындау үшін бізге қажетті заттар: пияз, өткізілген ет және де капуста қажет болады. Достар, керегінше майымызды құйып аламыз да, сосын пиязымызды, етімізді салып, жақсылап қуырып, үстінен капустамызды салып, тағы да қуырып аламыз. Тұзымызды, дәмдеуіштерімізді салып, бір пиала су құйып, астын төмен отта дымдап пісіріп аламыз. Начинкамыз дайын болғанша біз енді қамырымызды дайындап аламыз. Қамырларымызды бөліктерге бөліп, бірдей формада етіп, осылай дөңгелетіп алып, қойып, бетін жауып, тағы 10 минуттай көпсіп шыққанша қойып қоямыз. Достар, мен қамырларым көтеріп шықты. Енді начинкамды дайын болды. Начинкамызды суытып аламыз. Суытып алып, сосын қамырларымызды жайып, начинкамызды салып, видеода көрсетілгендей етіп түйіп шығамыз. Достар, табаға жайғастырардан алдын астын майлап аламыз, өйткені жабысып қалуы мүмкін. Табаны майлап алсаңыздар, қамырымыз жабыспай әдемі болып пісіп шығады. Енді қайнап тұрған ыстық судың буына 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, 1 сағатта мен тамағым дайын, керемет болып пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай осындай жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Судың буында өзі әдемі болып піседі. Менің рецептіммен жасап жатсаңыздар, лайк басып, комментарий қалдырып тіркелуді ұмытпаңыздар достар.